Павлодар қаласында еліміздің философия ғылымына елеулі үлес сіңірген ғалым Қатара Шапағатұлының есімі ұлықталды. Биыл бұл ғалымның дүниеге келгеніне 80 жыл толып отыр. Осыған орай Павлодар мемлекеттік университетінде дін және қазіргі замандағы жаһандық үрдістер атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Алқалы жиын Кереку өңірі Баянауыл ауылының тумасы философ ғалым, философия ғылымдарының докторы профессор Қатара Шапағатұлының 80 жылдығына орай ұйымдастырылды. 1972 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтында философия кафедрасы меңгерушісі болды. Оның жетекшілігімен Қазақ педагогикалық институтының философия кафедрасы ғылыми зерттеу орталығына айналды. Баянауыл өлкесінің тумасы философия білгірі Қатара Шапағатұлының 150-ден астам ғылыми еңбектері жарыққа шыққан. Ғалымның көзін көрген шәкірттерінің айтуынша, ол кісі ғұмыр бойы ғылыми атеизм және тарихи материализм мәселесімен айналысқан. Сонымен қатар 3 ғылым докторы мен 20 кандидатты тәрбиелеп шығарған. Және де тәуелсіз Қазақстандағы дінтану мектебінің қалыптасып, дамуына елеулі еңбек сіңірді. Конференция барысында ғалымның философия ғылымына сіңірген еңбегі туралы көптеп айтылды. Қазақ философиясымен қатар дін мәселесімен айналысқан алғашқы дінтанушылардың бірі және көрнекті өкілі деп айтуға болады. Сондықтан сол кісінің шығармашылық мұрасымен орайластырып, бұл конференцияның тақырыбы дін және қазіргі заманның жаһандық мәселелері деп аталып отыр. Ғалым қазақ елі тәуелсіздік алған тұста дінтану мәселесімен мықтап айналысқан. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің дінтану ғылымының негізін қалаушылардың бірі деп айтуға әбден болады, дейді жиналған қауым. Конференция барысында жиналған қауым қазақ қоғамындағы дін, мәдениет, руханият саласының қазіргі мәселелері мен болашағы жөнінде пікірлермен алмасты. Конференцияға Алматы қаласынан келген ғалымдар да қатысып, өз ойларын ортаға салды. Айсұлу Тасболатова, Ниязбек Смағұл, Ертіс Инфо.